Сәлем достар, бүгін сіздермен гуляш дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: ет, сәбіз, пияз және қызанақ. Мен гарнирге осындай картопты алдым. Гарнирге картофельный пюре дайындайтын боламын. Ол үшін алдымен ыдысымызды отқа қойып, майымызды құйып, кішкене пиязымызды қуырып алатын боламыз. Қуырылып жатқанда пиязымызды біз пюремізге, яғни картофельный пюремізді қайнаған суға салып, картопымызды пісіретін боламыз. Аздап тұз саламыз картопымыздың үстіне дәмді болу үшін. Барлық ингредиент қажетті құрамдарын мен описаниеда қалдыратын боламын. Келесі бізде пиязымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 15 минуттай тағы да пісіріп аламыз. 15 минут өткеннен кейін сәбізімізді саламыз, тұзымызды саламыз және бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып, 5 минутты тағы да бұқтырамыз. Мінекей 5 минут өтті, енді үстіне қызанағымызды саламыз. Тағы да кішкене араластырып, тағы да бір 5 минутқа қоямыз. Келесі менде гарнирге картоп дайындаймын дедім. Соған осындай майды, кәдімгі сары майды ерітіп, үстіне кішкене пиязымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Яғни кішкене пиязымызды шыжғырып аламыз. Міне біздің гарнирге арналған картопымыз дайын болды. Осының үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып, және жаңағы дайын болған сары майымызды шыжғырылған пиязымен соны дәл осы картоптың үстіне құйып, жақсылап картопымызды езіп аламыз, араластырып. Келесі бізде гуляшымызға арналған ұнды, яғни құрғақ сковородкада осылай қызартып аламыз. Мына жерде менде 2 ас қасық пайдаландым. Мінекей осындай етіп қызартып аламыз. Келесі мынандай кішкентай ыдысымызға суымызды құйып, яғни қайнаған ыстық суды құйып, осының үстіне жаңағы ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір жағынан салып, бір жағынан араластырып отырамыз. Толықтай салып, барлығын араластырғаннан кейін жаңағы пісіп жатқан етіміздің үстіне осы дайын болған ұнымызды саламыз. Бірден салып жіберсеңіздер болады. Және барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің осымен гуляшымыз дайын бола келді. Тағы да шамалы бір 5 минут бұқтырып аламыз да, астына салатын гарниріңізді дайындап, жаңағы мен мынау картофельный пюре дайындадым. Соның үстіне мінекей гуляшымызды дайындалған салып, әдемі столға ұсына береміз. Мен осымен қатар гречканы да дайындадым гарнирге. Сіздер өзіңіздің қалауыңызбен картофельный пюре ме, гречка ма, немесе күріш пе, өздеріңіз білесіздер, өз қалауларыңызбен осылай ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын.